Бірінші бөлім. 7-8 сабақ. 2 тапсырма. Мәтінді тыңдаңдар. Мәтінде көтерілген мәселені талқылаңдар. Орхон Енесей жазба ескерткіштеріндегі нақылдар. Аштықта тоқтықты түсінбейсің. Бір тойсаң, аштықты түсінбейсің. Атамыз бабамыз ұстаған жер су иесіз болмасын деп, аздарды халық етіп құрап, оларға төре бек болды. Әкеміз, ағамыз құрған халықтың аты даңқы өшпесін деп, түркі халқы үшін түн ұйықтамадым. Жалаңаш халықты тонды, кедей халықты бай қылдым, аз халықты көп қылдым. Тату елге жақсылық қылдым, 4 бұрыштағы халықтың бәрін бейбіт қылдым. Жұқаны бүктеу оңай, жіңішкені үзу оңай. Жұқа қалыңдаса, оны тек алып бүктейді. Жіңішке жуандаса, оны тек алып үзеді. Бүкіл түркі халқына жау келтірмедім. Су ағысы тартылса, жас жапырақ қурайды. Адамдардан күш кетсе, жат кісіге бағынады. Тағдырды Тәңірі жасар. Адам баласы жеріңнен, өз отаныңнан жырақ кетпей, бірге жүрсең, сен өзің де бақытты өмір сүресің. Өзіңнің отбасыңа еш нәрседен мұқтаждық көрмейсің. Ер жүрек халық, күшті халық. Бізге жеңіс әперген жер суымыз, отанымыз деп білу керек. Қазақтың тәлімдік ойлар антологиясы.